Енді үйімізді кім шашып кеткенін білмейміз ғой. Бірақ кеше түнде үйімізге Мерей келді. Мерей кетіп қалды емес пе? Біз жинап жаттық қой, иә? Иә, біз жинап жаттық бәрін. Не болса да осы жерді қазір жинап, Эдуард апайдан осы жақта камера бар ма сұрап көрейік. Иә, содан сұрап, бөлмеге кім кіргенін білеміз. Иә. Сәлеметсіз бе, Эдуард апай? Біз сен бірдеңе сұрайық деп едік. Біздің бөлмемізде камера бар ма? Кеше түнде біздің бөлмемізге біреулер кіріп, біздің киімдерімізді, барлық затымызды шашып кетіпті. Иә, кеше түнде қалай ол адамның кіргенін өзіміз де білмей қалдық. Барлығына шашып кетіпті. Иә, сендердің бөлмеңде камера бар. Қазір сендерге ноутбук берем. Сол жақтан көрсеңдер болады. Сізге рахмет. Біз жоқ деп ойлағанбыз. Жарайды, қазір ноутбукқа кеп берем. Мен бұл адамды аддиктив деп ойламадым. Мен де ойламадым, ол вроде біздің кешегі ісіміз үшін осылай істеген шығар. Вроде сондай. Бұл камера болмағанда тіпті біз бұнда болатын білмейтін едік қой. Жарайды, кім екенін білдік. Енді мен ноутбукты апарып берейін. Иә, апарып бер. Ой, қыздар, адамды шошыттыңдар ғой. Немене бұл жерге тұрып алғансыңдар? Ой, қойш. Айтпақшы, біз саған бірдеңе айтайын деп келіп едік. Чоз әңгіме. Кстати, ертең баскетболдан жарыс болады. Соған кім күшті киініп келеді? Көрейікші, ақыры сен өзіңді ең керемет қыз деп санайсың. Иә, өзіңді бір керемет сезінесің ғой деймін да, көрейікші. Жарайды, қыздар, көрсек көрейік. Ладно, біз кеттік. Сәлем, Мерей. Мерей, саған бірдеңе айтайын деп едім. Привет. Я айта бер. Айтпақшы, ертең баскетболдан жарыс болады екен ғой. Соған саған бір күшті образ жасап берейінші деп едім. Иә, айтпақшы, баскетболдан жарыс болады. Жарайды, образ құрып берсең, құрып бер. Қашан киінеміз? Қазір келе бер, бірге дайындаламыз, үшеуміз. Жарайды. Мерей, біздің шаш үлгімізбен үстіміздегі стилімізді бағалап кетсе, қалай өзгеріп кеттік? Прям өзгеріп кеттік да. Қыздар, прям адам танымайтын өзгеріп кеттіңдер, шын айтам. Ең өзгергені мен шығар, прям әдем болып кеттім. Иә, сен әдемісің. Қыздар, енді мен қалған шығарым. Ал енді мен өзгердіңдер. Қазір сен өзгертеміз, сенің үстіңе бір киім керек. Мерей, менің қолымдағы саған арналған образ. Осы киім саған күшті жарасады деп ойлаймын, киіп көрші. Қандай әдемі, маған да ұнады. Енді сенің шашыңды әдемілеп тарап, бояндырайық. Шашыңды әдемілеп тараймыз. Енді сенің киіміңе үйлесетін бір заколка керек. Менде заколка бар. Мне розовый киіміне как раз үйлеседі. Қандай әдемі. Енді только сені бояндыру қалды. Ерніңді бояймыз. Болды, қалғандардың барлығы бітті. Сен де прям әдемі болып тұрсың, күшті образ болса. Қыздар, сендерге рахмет. Көп рахмет. Мен бұлай болады деп ойламадым. Жарайды. Кеттік енді жарысқа. Кеттік. Оқушылар, қазір баскетболдан жарыс басталады. Дайын отырыңыздар. Кішкенеден кейін басталатын болады. Жарайды, күтеміз ғой. Және қараш, ар жақта екі новенький қыз келіпті. Сол екеуімен танысып, жақсы араласып, Мариал мен Аруынға қарсы қоймаймыз ба? Күшті идея, бірақ Мариал мен Арун екеуіне үшін келмеді екен. Вроде киім таңдай алмай атқан сияқты өздеріне жақсы.
Вроде сондай. Кеттік, ана екеуіне барайық. Сәлем қыздар. Таныс болайық. Менің есімім Дженни. И получается, біз аралас дос болып кетейік. Сәлем қыздар. Аралас дос болып кетейік. Біз осы жердегі ең керемет қыздарымыз. Ой, күлкім келіп тұр ше. Неужели олар біз танымай қалды? Менде күлкім келіп тұр. Қыздар, біз Мариал мен Арунбыз. Сендер біз танымай қалыңдар. Значит, біз ең керемет болып киіндік. Қумаш, бұлар сендер ма? Фуй, кетіңдер. Ой, қатты күлкім келіп тұр ше, олар біз танымай қалғаны. Мен де. Так, топталайын. Стоп, мына жақта кімдердің дауысы шығып жатыр? Айтпақшы, білесің ба? Мариал бүгін Адикке күшті масқара қылатын жоспар құрып жатыр екен ғой. Қандай жоспар? Білмедім қандай жоспар екенін, бірақ Адиктің масқарасын шығарайын деп жатыр. Не болса да көреміз, енді қызық болатын сияқты. Маған да қызық болатын сияқты. Немен масқара қылам деп ойлайма? Олай вообще ойламасын, тіпті істей алмайтын да, қолынан келмейтін де шығар мен масқара қылу. Жарайды, ладно, қоя салшы. Адик, саған бірдеңе айтайын деп едік. Саған бірдеңе айтайын деп едік. Білесің ба, алдында ше, сен... Жарайды, ештеңе айтпаймын. Жай просто. Мен кеттім. Мыналар қуама? Білмеймін. Жарайды, ойыны бастайық. Доп қайда? Білмедім, қазір ғана өшіп тұрады ғой. Ол доп біз үшін ең маңызды доп қой. Егер де біз ол доп жоқ болса, біз жеңе алмаймыз. Не істейміз енді? Мен бәріне енді түсіндім, қазір. Бұл допты сендер алдыңдар ғой, менің ойымды құртқылары келді ғой, мойындаңдар. Қандай доп? Қандай доп? Біз ешқандай доп алған жоқпыз. Қалай өтірік айтып тұрсыңдар? Жаңа ғана маған бірдеңе айтам деп допты алып кеткен сендер емес пе? Жоқ, біз емес. Шындарыңды айтыңдар. Так, стоп. Не болып жатыр? Не болып жатыр? Қыздарға олай айқайлама. Олар ар жақтағы баскетбол добын алып кетті. Сен білесің ба, оны осы қыздар алып кеткенін? Дәлелің бар ма? Дәлелің жоқ болса да білем осы қыздар алып кеткенін. Ой, осындайлар таң қалам ше, білмей жатып, бәле жауап береді. Жарайды, қойыңдаршы. Жарайды, қыздар, араласайық. Менің есімім Алик. Мен Кевинмін. Біз танысқанымызға қуаныштымыз. Менің есімім Мариал, менің есімім Арун. Вроде сендермен дос болған өте қызық сияқты да. Әрине қызық, вообще іш сарың бұспайды. Қатты шаршап тұрмын. Үйге біреу келді ме не? Есік тоқылдатып тұр ғой. Кет көріп келік. Мұндай сыйлық береді деп ойламадым. Мен де жарайды, кеттік. Қыздар, бұнда не үшін болды жаңа? Бізге Алик пен Кевин осындай сыйлықтарды беріп кетті. Вау, қандай күшті. Бізге де осындай біреу әкеп бермейді да ғой. Жарайды, кейін әкеп береді. Жарайды, біз үйге кірдік. Ладно, мен де кірдім. Сыйлықтарымызға распаковканы ертең жасайық. Жарайды, бүгін мен қатты шаршап тұрмын. Мына жерден қоя салайық, ертең жасаймыз. Не болса да ертең көреміз. Бұл сыйлықтар маған. Мұндай. Закойған тоже алып кетейін. Бұл сыйлықтар менікі.